وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah үшін жақсы көру, Allah үшін жек көру бұл өте қатерлі нәрсе негізінде. Өте ауыр нәрсе бұл. Allah Subhanahu wa Ta'ala қияметте сол адамдарды достығын сақтап қалады. Қияметте бүткіл достықтар барлығы жоқ болып кетеді. Allah хабар беріп айтады, ол күнде ешқандай насаптар жоқ, насап деген туысқандық. Бір-бірлерін ешкім сұрамайды. Өз туған анаң сенен қашады мүмкін. Allah айтады, ол күнде бір кісі өзінің анасынан қашады. Сен анаңнан қашып тұрсаң, анаң сенен ар жаққа қашып кеткен болады. Тек қана шыныменен Allah үшін бір-біріне дос болғандар ғана бұл кемшіліктен сәлемет қалады. Себебі олар осы дүниеде бір-біріне керекті болған ақты орындаған жоқ. Неден қорқады? Олар тек қана бір-біріне пайдасы болатын екенін біледі Алланың алдында. Бұл өте ауыр нәрсе. Оның сыйлығы да өте бір жақсы. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам бағанағы төбеде ишара қылған сахихайдағы хадисте 7 адамның бірі وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ екі адам Алланың көлеңкесінде болатын. Олар Аллах үшін бір-бірлерін жақсы көрген. Алла үшін жиналып бір-біріменен бір болып, Алла үшін бөлінеді олар. Қалай ол десе, бір бауырды сен жақсы көретін болсаң, сен оның иманы үшін жақсы көресің. Оның намазы үшін, оның жақсы мінезі үшін, оның тақуалығы үшін жақсы көресің. Оның байлығы немесе кедейлігі, абыройлығы немесе абыройсыздығы үшін емес. Кейбіреулер не дейді анау? Өзіне компания істеп алады. Орташа қалдегі жіктер жеке, байлар жеке, кедейлеу деген ахилер жеке болып алады. Бауыры солады. Allah Subhanahu wa Ta'ala қияметте сәлемет қылатын адамдар болайымыз. Allah айтады, «Ал-ахиллау бa'духум яумаидин бa'духум ли бa'дин аду». Достар, ахилла дегені, осы дүниедегі ең жақын болған достар. Қияметте бір-бірлеріне дұшпан. Яумаид дегені қияметте айтады. Тек қана тақуа иелері, әрбірі бір-біріне ақсыны берген бауырлар ғана бір-бірлеріне қияметте дұшпан болмайды. Олар бір-біріне дос болып қалады қияметте де. Дүниеде қалай дос болған сияқты. Себебі олар осы дүниеде бір-бірін иманы үшін, таухиди үшін, намазы үшін жақсы көрген. Оның белгісі сен өмірде әшейін өзіңді тексеріп қойсаң да білесің. Мысал, Абдурахманды Алла үшін жақсы көремін деп ойлайды өзі. Солай деп ойлайды. Ақиқатын Алланың жалғыз өзінде. Абдурахманды не дейді? Мен Алла үшін жақсы көремін. Мұсылман бауырымыз деп біледі. Бірақ Абдулла бір күн қиын жағдайға түсіп қалды. Одан Абдурахманнан Абдулла барып маған бір 100 мың теңге беріп тұршы деді. Абдулла Абдурахманнан барып қарсы сұрады. Абдурахман менде жоқ деді. Ақша жоқ деді. Абдулла кеше түнде ол 100 мыңды қолында көрген оны. Көрген, біледі, сонда ақша бар. Манау айтады, менде жоқ. Ол мұсылман ғой. Мұсылман болғаннан кейін өтірік айтпайды. Негізі солай ма жоқ? Сенде мұсылмансың, мұсылманды растауың керек пе жоқ па? Раста. Ол бауырың ба? Иә. Оны жаза бұрылып кетесің де болды. Міне мұсылман бауыр осылай болады. Себебі ол арамылық қылған жоқ сен. Сыртқы көрінісі сені алдаған жоқ ол. Неге?
мүмкін ол 100 000 теңгесі қолындағы біреуден қарызы бар шығар, сенен алдынан шығып басқа көршісінің үйіне кіріп, мына Алла разы болсын, мынау алған, сенен алғаның деп берді. Соған ұқсаған үзірлер бар ма жоқ па? Бар, 1000 үзір бар қазір. Ақша деген проблема көп қазір. Қанша ақша көп болса, сонша проблема да көбейіп жатыр адамдар. Бұл осы төбедегі сурет бауырлықтың белгісі. Жақсы, сол жерде одан ешқандай бір жамандық көрген жоқсың. Намазы намаз, ибадаты ибадат, таухиды таухид, сүннеті сүннет. Бірақ саған қарыз бермегендігі үшін, ой арамы осы да дос па деп бұрылып кетсең, мына осы жерде сен оны Алла үшін жақсы көрмепсің. Осы бір кім маған пайдасы тимесе, не деген дос деп кетесің. Дос деген осы күнде пайдасы бермесе, пайда бермесе, қашан пайда береді дейді ол. Сен бауыр, оны бауыр қылғаныңда, Алла үшін бауыр қылғаның, 100 000 теңгесі үшін емес тақсай. Солай ма жоқ па? Осы жерде өзің тексеріп алсаң болады, деймін ма? Оның терісі, ол жамандықта ғой, жақсылықта. Бір адам тура сол Абдурахманға ұқсаған, және не деп айтсақ болады? Абдулхамид деген және бір досым бар. Бәрі Абдулла болып кетті ғой, бір Абдулхамид деген досым бар. Оған барсаң, негізінде ана Абдурахманнан нашарлау өзі жамағатқа шықпайды ара-арада. Солай ма? Кейбір істерді істейді, анау кемшіліктер бар, сенің өзі не десе бар, бір әңгімелерді айтып жүреді ғой балалар. Сондайлары бар негізінде. Бірақ ой бауыр, 100 000 бар, міне 200 000 саған, ал қалаған уақытында бересің десе, міне деген бауыр. Бауыр деген осы бауыр дейді, міне. Мұсылман бауыр деген осылай болады. Мына қара, басыма бәле түскенде бірден жәрдем бер дейді. Бағанағы әжептәуір бауырың саған ұзақ болып кетті де, сенен ұзақтау біреу 5 теңге үшін жақын болып кетті. Он не деп намдайды оны? Алла үшін бауырлық дейді. Бұл Алла үшін емес бұл. Алла үшін емес. Сені ашуландырып қойды. Алла үшін жақсы көрген бауырың ашуландырып қойды. Бірақ дінге қатысы жоқ ол нәрсе. Оның дініне қатысы жоқ. Сені өтірік айтқан жоқ, зұлым қылған жоқ, бірақ ашуландырып қойды. Болып тұрады ғой сондай. Бір футбол ойнап жатсаң, ашуландырып қойды, бірнеге қылып қойды, аяғын теуіп қойды сосын. Солай ма жоқ па? Жек көресің сосын. Болмайды. Мәшинесін мінгізбей кетіп қалды сені. Немесе мәшинесін алдына отырғызбады сені. Немесе қонақтарды шақырғанда сені шақырмай қойды. Ұмытып қойған шығар, қайдан білесің, ол жазып қоймаған ғой басына оны сен бәрі. Ұмытып қойды. Шақырмай қойды, мынау деген бауырлық қандай, шақырмады мен. Ақтып кетті. Ал оның терісінде қаяқтағы біреу сені шағырып, көкедеп, төрлетіңіз деп, анау қойдың басыны беріп қойса саған, міне деген бауыр. Осылай болу керек бауыр. Біреуге айтпаса да ішімнен білет соны. Міне осылай тексеріп қой. Әрбіріміз өзімізді тексерсек болады соны. Әрбіріміз. Шыныменен сол үшін айтып жатырмын. Бұл ауыр нәрсе бол, жауап беру керек. Енді Алла үшін жақсы көреміз ғой, сені деген сөйлем. Ауыз шығып кете береді. Мынау сүйек деген жоқ, мына тілде деген сүйек жоқ. Бет ойнап тұрады. Шығып кете береді оны. А негізіне келетін болсаң, кім кімді жақсы көреді екен? Аллаху алам. Сол үшін Яхия ибн Муаз рахимахулла айтады, Алла үшін жақсы көру, жақсы көрген адамың саған істеген жақсылық үшін махаббатың көбеймеу керек, саған істеген кейбір жамандығы үшін махаббатың азаймау керек. Түсінікті ме жоқ па? Осы Алла үшін жақсы көру деген. Айтады рахимахулла, біреуді Алла үшін жақсы көрсең, ол саған бір нәрсе жақсылық қылып қойса, махаббатың асып кету керек емес. Саған бір неге жамандық қылып қойса, адамдық, саған махаббатың, оған болған махаббатың азайып қалу керек емес. Себеп қашан көбейеді? Ода көбірек жақсылық көрсең, көбірек иман, көбірек тақуа, көбірек сүннет, көбірек бір дауат көрсең, онда көбірек жақсы көруің керек болады. Қашан жек көресің? Бидат көре бересің одан, масият көре бересің, фисқ көре бересің одан, кемшілік, өтірік айтады, арамлық қылады, алдап кетеді адамдарды, арам жейді. Азая береді ол махаббат деген. Солай ма жоқ па? Осы жерде азайсын.
Амма саған жақсылық қылғандығы үшін жақсырақ болып, саған азғантай бір зиян жетіп қалса, ол бауыршылық емес. Ол қияметте бұл тек қана зиян болады. Кейін достарды таңдауда адам өте бір сақ болу керек. Бауырлық деген нәрсе бар, бір дос деген жеке нәрсе ол. Ол сен егер өміріңде сен қанша құрметті адам болсаң да, жақсы сөзбенен дұрысыңды дұрыс, қатеңді қате деп тұрған адамды өміріңде жолықтырып қойсаң, соны қатты ұстап ал, соны жоғалып қалмасын ол адам. Түсінікті ме жоқ па? Сен құрметті адамсың сен, бірақ ол үшін сен доссың сен. Сен құрметті адамсың сен. Ол бай болуы мүмкін, миллиардер болуы мүмкін, үлкен шейх шығасың сен. Не болсаң да ол бол. Бірақ ол адам үшін сен доссың сен. Сен дұрыс десең, Алла разы болсын, сені қолдайды жақсылықта. Қате қылып қойсаң, кешіресің, мына жұмысың қате деп айтады саған. Осы адам саған қанша қатты болса да, мінезінде азғантай бір кемшілік болса да, басқа болса да, ол адамды қатты ұста. Себебі Аллахтың алдына барғанда бетің жарық болуына себеп болатын сол адам сол. Амма жақсы болып жүрсең, бетіңе ыржиып, артынан сөйлейтін бір қисықтар болатын болса, ондайлар көп, қол жіп тастау керек олар. Қолға тигізудің қажеті жоқ, жіп тастау керек олар. Себебі ол жақсы болсаң жақсы, жаман болсаң бітті. Кейбіреулер абыройдың достары, кейбіреулер қалтаның достары, солай. Себептері көп достықтың. Кейбіреулер мектепте дос болып қалады. Қазір біреуіңнен сұрасам, мектептегі досыңнан нешеуін танисың десем, мүмкін біреу де есіңе түспейді саған. Бірақ азан кеш дос болып жүргенсің сонда. Университетте оқығандар болатын болса, университетте нешеуін есінде бар, біреу де есінде болмайды. О азан кеш сонымен бір комната жатып, бір мейізді бөліп жеген шығарсыңдар. Бірақ Алла үшін дос емес те ол. Ұмытып кетесің, ол керек жоқ адам. Амма шынымен Алла үшін дос болған адам, оның қайғысымен қайғыға түсесің, оның қуанышы үшін қуанасың сен. Бір дене сияқты боласың. Осы негізінде бауыршылық деген, достық деген осындай нәрсе ол. Бұл өте ауыр нәрсе, бірақ бұның дәмі басқаша дәм. Оның дәмі бар өзінің. Осы дүниеде де, қияметте де оның пайдасы үлкен. Аллах таңдаған адамдар болады. Аллахтың көлеңкесінде рахаттанып тұратын адамдар үлкен дәреже бұл. Бұған жету үшін мына дүниеде адамның жүрегі пәк болу керек. Жүрегі таза болу керек. Жүрегінің тазалығының белгісі ықыласының болу ол. Ықыласының болғандығынан оны Алла үшін жақсы көріп, Алла үшін жек көреді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім Алла үшін жақсы көрсе, Алла үшін жек көрсе, Алла үшін берсе, Алла үшін беріп тұрған нәрсесін бермей қоятын болса, ол иманын толықтатыпты дейді. Иманын толықтатыпты. Ол үлкен нәрсе ғой. Кім иманын толық деп айта алады? Егер иман иесі болса, айта алмайды ешкім. Бірақ мынау белгісі соның. Мынау не? Белгісі болады солай.